Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді болып шығатын пақлаваның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір ыдыс алып, 5 жұмыртқаның сарысын бөлек, ағын бөлек ажыратып алатын боламыз. Және де 6-шы жұмыртқамыздың ағын бөлек, сарысын тағы да бір бөлек ыдысқа алып қоямыз. Себебі оны бетіне жағуға керек бізге. Сол үшін бөлек ыдысқа алып қоямыз. Ұмытып кетпеңіздер. Осылай бөлек алып алған соң 5 жұмыртқа сарысының үстіне сары май салатын боламыз. Маргарин болмайды, тек сары май қолданатын боламыз. Және де бір стақан қантымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Араласқан массамыздың үстіне ұнымызды саламыз керегінше, және де ұнның үстінен разрыхлитель салып жіберетін боламыз. Мен осылай бір пачка салдым. Енді бұны жұмсақтау қамыр етіп илейтін боламыз. Міне менде қамырым дайын болды. Орташа қамыр, жұмсақта емес, қатты да емес. Бұны енді 5 минутқа тындырып қоятын боламыз. Міне мен тынған қамырымды 3 бөлікке бөліп алдым. Біреуі сәл үлкендеу істейсіздер, қалған екеуі кішілеу бола береді. Жұмыртқаның ағын алып, енді миксерлеп шығамыз. Кішкене көтерілген соң жұмыртқамыз ағарып, үстінен қантымызды салып, тағы да миксерлеп шығатын боламыз. Міне менде осындай болып шықты жұмыртқамыз. Енді бұны шетке қойып, бір қамырымызды жаятын боламыз. Кішілеу қамырымызды аламыз, оны жақсылап жайып, ұнды көптеу сеуіп жаясыздар, әйтпесе жыртылып кетеді. Қамыр жұмсақ болғандықтан ұнымызды көп сеуіп жаятын боламыз. Сіздер өздеріңіздің духовка листтеріңізге байланысты жаясыздар. Мен осылай 4 бұрышты лист болғандықтан 4 бұрыш етіп жайып жатырмын. Міне листтің астына кішкене ұн сеуіп, листке жайып шықтым. Оны енді духовкаға қойып пісіріп алатын боламыз. Піскен коржымызды шетке алып қоямыз. Енді қалған бірінші қамырымызды, үлкендеу қамырымызды алып, жаюды бастаймыз. Бірінші жайған қамыр секілді жайып, бірақ одан сәл үлкендеу істейміз. Міне мен листіме салып алдым. Енді үстінен дайындап алған жұмыртқаның ағын үстіне салып шығамыз. 2-ге бөліп алыңыздар жұмыртқаның ағын. Соны үстіне мен міне жағып шығып жатырмын. Міне толықтай жағып алдым. Енді үстінен жаңғағымыз салатын боламыз.
Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер тек жаңғақ салам десеңіздер де болады, мейіз салам десеңіздер де болады. Мен мейізде жаңғақта болғандықтан екеуінде салып шықтым. Осылай салып алған соң, енді піскен қамырымызды осылай қойып алатын боламыз. Менде алып жатқанда сынып қалды. Сол үшін осылай тәктеп қоя салам, ештеңе кетпейді. Енді үстіне қалған жұмыртқаның ағын осыны үстіне жағып шығам. Бұның да үстінен дәл біріншідегідей жаңғақ, мейіз сеуіп шығатын боламыз. Сеуіп болған соң, үшінші қамырымызды жайып, менде жайып болдым. Енді үстінен осыны жауып шығатын боламыз. Менде бұл кішкене үлкендеу болды, листен кішкене шығып тұр. Енді бұл шыққан қамырларды шетіне қарай вилкамен әдемілеп жабыстырып шығамын. Сонда ішіндегі начинкалары сыртқа қарай шығып, ағып кетпейтін болады. Осылай вилкамен істесеңіздер болады, қаласаңыздар өрсеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз, фантазияларыңызға байланысты істеп қоясыздар. Шетін жауып болған соң, жеңілде алып қойған жұмыртқаның бір сарысын үстіне толықтай жағып шығатын боламыз. Мен жағып болдым. Енді бұны осылай пышақ көмегімен кесіп алатын боламыз. Қатты басып кеспейсіздер. Видеода көріп тұрсаңыздар, мен тек қана пышақтың ұшымен ғана кіргізіп, жай ғана сызық істеп шығып жатырмын. Бұны егер кеспесеңіздер, ішіндегі ауасы шықпай, пахлаваларыңыз беті ісіп, духовкаларыңызға тиіп, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін осылай кесіп қойсаңыздар, әдемі болады көрінісі. Мен толықтай кесіп алдым. Енді үстінен талжаңғақтарымызды осылай қойып шығатын боламыз. Барлығына мен осылай жаңғақ теріп шықтым. Өте әдемі көрінеді. Осылай үстіне барлығын қойып болған соң, духовкамызге 200 градусқа 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Менде пісіп шықты, өте дәмді, күрсілдек болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.